Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Менің парақшама жазылған оқырмандар, сіздерге бұның алдында да Хомебанктен қалай счетты, 20 сандық счетты алуға болады, оны көрсеткенбіз. Тағы да бір мәселе туындауы мүмкін. Мысалға, текущий счет дегеннің астында сіздің 20 сандық нөмірі жазылуы мүмкін. Соның қасында мысалға тип счет деп тұрады, соның астында тек қана текущий счет қана деп жазылып тұруы мүмкін. Сізге ондай емес, жаңағындай астына жазылған, жаңағындай ортасында звездочка жұлдызшалар бар, нүкте дейміз ғой, жұлдызшасы бар. Сондай бір сан тұрған нәрсесі керек болып тұр. Яғни қалай дейміз, данный информация дейміз ба, сондай бір нәрсе сұрау мүмкін, немесе сондай нәрсе іздеуіңіз мүмкін. Мысалға айтатын болсақ, мынандай сияқты. Міне жерде, мысалға, міне жерде 20 сандық нөміріңіз тұр. Міне жерде, мысалға, міне жерде 20 сандық нөміріңіз тұр, осы жерде 20 сандық нөміріңіз тұр. Енді міне жерде тип счеттің астында текущий счет деп қана жазып тұр. Бұл керек емес деуі мүмкін. Мысалға бір сіздің жаңа сұрап жатқан документ сұрап жатқан жерде сізге мынандай нәрсе керек болуы мүмкін. Міне қараңыз. Міне жерде мысалға міне жерде көрдіңіз бе? Міне жерде жаңағыдай міне жерде нөміріңіз тұр. Нөмір текущий счет в карточка базе дегеннің қасында, яғни 20 сандық қасыңызда міне жерде жаңағыдай не тұр? Мынандай точка қойылған сандар тұр. Осы нәрсе керек болып тұр сізге. Мынаның астында не жерде тип счет тұрған еді негізінде, бағана алдында көрсеткендей. Осы жерде нөмір карточка и к данному текущий счет в карточной базе. Яғни карточканың данные керек деген нәрсе жазылып тұр. Соның астында осындай цифрлар тұрған болу керек. Сондай нәрсе керек болып тұр. Оны қалай аламыз дейтін болсаңыз, мен сізге сол нәрсені көрсетемін. Енді біз Хомебанкке кіреміз. Хомебанкке кіреміз, Хомебанкке кірген кезде біріншісінің главный тұр, міне жерде. Мысалға, міне жерде главный тұр, главный тұр. Осыда тұр, главный. Енді осы жерден төмен қарай түсеміз. Төмен қарай түскен кезде мынандай не тұрады? Төмен қарай түскен кезде счет деген жерден мынау счет деген нәрсе тұрады. Осы нәрсені басамыз. Осы нәрсені басамыз. Осы нәрсені басқаннан кейін мына бірінші мынау не тұрады? Виза деп тұр ғой, міне көрдіңіз бе? Осы 48-42 деген картаңыздың нөмірінің арты тұр. Соның үстінен басамыз. Соның үстінен басамыз. Сол кезде мысалға не жерде нелер тұрады? Міне перевод, платежи, сервиси, настройка деген тұр. Сол настройка деген нәрсеге кіреміз. Міне настройка деген нәрсеге кіреміз. Настройка кірейік. Настройка кіргеннен кейін осы жерде IBAN деген нәрселер бар. Мысалы міне IBAN, мысалы кімге IBAN керек деген сияқты. Кімге тағы басқа нәрсе керек деген сияқты міне. Енді біз не істейміз? Астына түсеміз. Астына түскен кезде міне жерде уведомление о счет деген тұр. Көрдіңіз бе? Осыны үстінен басамыз, кіреді. Осыны үстінен басқан кезде, кірген кезде міне сіздерге осы счетті бар, не жердегі счеті бар, ені сізге шығарып береді. Көрдіңіздер ғой? Егерден пайдасы тиіп жатса, онда не істеңіздер? Менің парақшама, менің каналыма жазылыңыздар, подписаться етіңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет.